Отбасы институтының күйреуі қазір тек Қазақстан емес, бүкіл әлемде үлкен алапат болып тұр. Үлкен мәселе болды. 20 ғасырдың басында демек бір дағдарысқа түскен жағдайда ғана ажырасып жатпаса, үлуде ғана болған статистика бойынша. 21 ғасырдың басында өмір сүріп жатырмыз. Қазір қарасаңыздар, отбасы институты деген бір ойын нәрсе секілді болып кетті да. Карта ойнаған секілді. Картаны қалай түседі, соған байланысты. Бақ деп тұр ғой. Келіп тұрған бағымыздың өзін басқа теуіп жатқан енді статистикамыз көрсетіп тұр. Қазір әлем бойынша бірінші отбасын құрған жастар 70%-ға дейін ажырасып жатыр. Қазір кез келген отбасын қарасаң, қыз жігіт кезінен қосылдық, бақытты өмір сүріп ұрпағымызды өсіріп жатырмыз деген ілуде ғана кездестіресің. Енді біздің мына орта буын, аға буын болмаса, қазіргі біздің балаларымыз, немерелеріміздің барлығы басқаша өмір салтын ұстанып, 3 отбасының екеуі екінші немесе үшінші отбасымен өмір сүріп жатыр да. Енді оған қарасаңыз қалыпты секілді, бірақ ол қалыпты емес. Себебі еркектің де бұрын отбасы болған балалар болған, әйелдің де бұрын отбасы болған балалар болған. Сонда екі жақты отбасы, ортақ балалар араласып кеткен ұрпақ өсіп жатыр да. Бұның соңы не болады деген ой сіздерде бар ма, жоқ па, мен білмеймін.